Сәлеметсіздер ме менің құрметті тұрақты оқырмандарым. Сонымен қатар үлкен менің онлайн сабағыма үлкен сұраныс білдіртіп, онлайн сабақ деген не, ол жерде қандай білім аламыз, кімдермен араласамыз деп көкейінде бірнеше сұрақтар туындаған. Мен өзімнің оқырмандарыма бүгін жауап бермекпін. Сонымен қатар өзімнің қысқа нұсқа онлайн сабағым туралы ақпарат беріп сіздерге онлайн сабаққа сіздерді шақырамын. Ендеше кеттік. Жалпы онлайн сабақ деген не? Кез келген адам кітап оқиды, білім алады, және өзі қандай да бір ортада болады. Сонымен қатар қазіргі таңда небір ақпараттар бар. Әлеуметтік желілерде, YouTube каналдарда өте көптеген ақпарат бар. Соның барлығын ала отырып, бірақ ешқандай да нәтиже шығара алмай, ешқандай да өзінен бір өзгеріс көрмей, я болмаса керісінше қандай да бір күйзеліске түсіп кеткендей күйде жүретіндер өте көп. Сондықтан менің кітабымды оқыған көптеген адам онлайн сабақ туралы сұрайды, нақты оның не екенін білмейді, қалай білім алатынымызды, онлайн сабақта қалай өзгеретіндерін көпшілігі білмей жатады. Жалпы онлайн сабақ деген жерде ең бірінші адам өзгеріс бастаған кезде адамға қатты әсер ететін бұл оның ортасы. Яғни өзінің қоршаған ортасына қарай адам қалыптасып, тұлға болып қалыптаса бастайды. Дәл осы жерде жаңадан білім алып, тәй-тәй тұрып, өзін жаңадан танып бастаған адам үшін ең бірінші кезекте өзін қолдайтын ойы мен сөзі өзі сияқты, яғни өзіменен кез келген сұрақты талқылай алатындай дәрежедегі оның достарының, оның қоршаған ортасының болуы өте қажет. Ал біз онлайн сабақта қаншама еліміздің түкпір-түкпірінен, тіпті шетелдердегі қазақтардың барлығы бірігіп қазіргі таңда бізден сабақ алып жатыр. Сол жердегінің барлығы әлеуметтік желілер арқылы, сонымен қатар чаттарда әркім өз пікірін айтып, өзінің қандай қиындықты қалай жеңіп шығып жатқанын, білімнің қалай әсер етіп жатқанын, білімді өмірде қалай қолданып, практикадан өткізіп жатқан туралы өте көптеген ақпарат аласыздар. Яғни менің айтып жатқаным бір бөлек, кітаптағы жазылған дүниелер бір бөлек, оны оқу мүлдем бөлек, сонымен қатар оны автордың өзінен тыңдау, өзін өзгерткен адамнан тыңдау бұл бір бөлек болса, көпшілік үшін Камшат бұл өзін бір дайындап жасай салған адам сияқты көрінеді. Я болмаса Камшат сияқты адам болу мүмкін емес сияқты болып көрінеді. Мен де тура сіз сияқты болғанмын. Сонымен қатар онлайн сабақтың ең тиімдісі ол жерге тура сіз сияқты білім іздеген, тура сіз отырған жерде отырғандай, тіпті жағдайы сізден де өте қиында болып тұрған адамдар келеді. Барлығы білім алу арқылы сол жерде алған білімді, үйге берілген тапсырмаларды, өте қарапайым тапсырмалар, солардың барын орындау арқылы барлығы бір-біріменен пікір таласу арқылы біріне бір қарап отырып, өте тамаша өзгерістер жасайды. Яғни 3 ай, 2 ай онлайн сабаққа қатысқан адам, ол ертең бұрылып бірінші онлайн сабаққа келген күніменен онлайн сабақтан шыққан күнін, соңғы күнін салыстырғанда жер мен көктей болады. Яғни бір орында отырып қалу мүмкін емес. Себебі тағы да айтып кетем, ол жерде бірнеше тапсырмалар болады. Соны орындайсыз. Және ең басты бір нәрсені түсінуіңіз керек. Сіз кітапты да оқып жатырсыз, басқа да небір ақпараттарды естіп жатырсыз, бірақ менің сабағыма да қатысасыз, барлық нәрсені береміз ақпаратты. Мүмкін басқаның да сабағына қатысасыз, барлық ақпаратты аласыз, бірақ өзгеріс тек қана өзіңіздің қолыңызда. Яғни сізде қандай да бір әрекет болу керек. Мына кітапты оқып қойдым, оқыдым, я болмаса оқысам өмірім өзгереді, оқыдым, неге өмірім өзгермей жатыр деген ойдың туындауы бұл сәл ақымақтыққа жатады. Себебі жай ғана оқып қойғаннан, жай ғана бір нәрсені жазып қойғаннан өзгеру мүмкін емес. Өзгеріс тек қана әрекет жасағанда, қандай да бір алдыға қарай белгілі бір қадамдар жасаған кезде болады. Сонымен қатар онлайн сабақтағы ең тиімді нәрсе бұл жүйелі түрде. Кітапты оқисыз, жалғыз өзіңіз боласыз, тапсырмаларды орындайсыз, сіздің қасыңызда ылғи
сізбен бірге жүрген, күнделікті үйдегі жүрген ата-ене, әке-шеше, жолдасыңыз, бала-шағаңыз, яғни сіздің өзгеріске деген қадамыңыздан мүлдем бейхабар адамдар жүреді. Сіз жалғыз өзіңіз отырып жазып өзгергіңіз келеді. Ондай да өзгеріс жасап жатқан адамдар өте көп. Дегенмен біреулерге бәрібір бір нәрсе жетіспей тұрады. Яғни қандай да бір артынан қамшылайтын адамы керек болып тұрады. Сол кезде онлайн сабақ деген, топпен білім алу деген ол өте үлкен мүмкіндік өзгеремін деген адамдарға. Себебі адам өзгеремін деп қандай да бір шешім қабылдаған кезде біз бір нәрсені білуіміз керек. Біз өзіміздің, яғни соған дайынбыз ба? Дайын дегенде не? Мен өзгеріске дайынмын дейді. Бірақ сіз сонымен қатар бірнеше ортадан бас тартуға, жаңағы өзіңіздің жалқаулықпен күресуге, таңертең ертерек тұруға, бұрын жасамаған дүниелерді жасауға, бұрын араласпаған адамдармен араласуға, кітап оқуға, үйге берілген тапсырманы орындауға дайынсыз ба? Осының бәрін жасаған жағдайда кез келген алған біліміңізде міндетті түрде сізде үлкен нәтиже болады. Онлайн сабақтың жаңағы айтып отырғанымыздай, біз қандай да бір өзгеремін деп шешім қабылдаған кезде, біз кәдімгі бір жаңадан егін еккендей боламыз өмірімізге. Яғни бүгін сәбіздің дәнін тастап, ертең дайын сәбіз жеймін деген ол енді ақымақтың сөзі. Сондықтан бізде адам өзгеріске қарай алғаш ниет алған кезде бізге белгілі бір уақыт керек. Және сонымен қатар сол жаңағы айтқан сәбізді жеу үшін де еңбек керек. Оның шөбін жұлу керек, оны суару керек, оның түбін бекіту керек. Яғни арнайы еңбек етіледі. Тура сол сияқты адам баласы да өзгеріске қарай бет алғанда, мен сонау 33 жыл бойы қалыптасып кеткен, ортама қарай қалыптасқан, үйдегі көргенім бар, және сыртымдағы достарым бар. Соның барлығының бойындағы қандай да бір әркімнің әдеті менің бойыма сіңіп қалған. Мен соларға ұқсап кеткенмін. Болмаса олар маған ұқсап кеткен. Жалпы адамның досы екеуің қатты ұқсайтын боласың. Қаласақ та қаламасақ та қасымыздағы адамға ұқсаймыз. Сондықтан тура осындай сіз жаңадан адам болып, жаңадан өзіңізге әдет қалыптастырып, жаңадан мінез қалыптастырып, өзіңізге жаңадан тәртіп қалыптастырып, соның барын жасаған кезде бізге жүйелі түрде еңбек ету керек. Жүйелі түрде еңбек ету деген не? Әлгі сәбізді алып бүгін дәнін тастап, бір айдан кейін су құйып қойсақ, сосын 3 айдан кейін оның барып дайын сәбізді жеу деген бола ма? Болмайтын дүние. Тура сол сияқты. Бүгін бір кітапты оқып алып, 3 айдан кейін қандай да бір басқа кәмшатты күтіп отыруға бола ма? Болмайды. Еңбек ету керек. Қалай еңбек етеміз? Жүйелі түрде, яғни арнайы күніне белгілі бір уақытты бөлу арқылы мен бүкіл аузымдағы сөзімді тазартып өзгертуім керек, жаңартуым керек. Мен бүкіл ойымды игеріп үйренуім керек. Мен өзімнің эмоциямды билей алуым керек, эмоциямды қолға ұстай алуым керек. Сонымен қатар мендегі әрекет дұрыс болу керек. Яғни осының барлығына күнде 24 сағатымның 33 жасқа дейінгі уақытымның мен өзімді мысалға айтып жатырмын. 24 сағатымды бүкіл елге ақша табуға, жұмыс істеуге, бала-шағаға, үйге барлығына арнағанмын, бірақ бір арнайы өзіме 24 минут бөлмеген екенмін. Мен қалай өзіме 24 минут уақытымды бөлуді бастадым, менің өмірімде өзгеріс басталды. Тура сіздерде де онлайн сабаққа қатысқанда сіз арнайы бір уақытыңызды арнап, яғни аптаның 2 күні 1,5 сағаттан уақытыңызды арнап сабақ тыңдайсыз, лекция жазасыз, үй тапсырмасын аласыз, бір апта бойы сол берілген үй тапсырманы орындайсыз. Яғни сізде жүйе қалыптасады, сізде өзіңіздің тәртіп қалыптасады. Өзіңнің тәртібіне бағынбаған адам міндетті түрде өзгенің тәртібіне бағынатын болады. Адамдар көп жағдайда өзіне берген уәдеден гөрі өзгеге берген уәдеге берік болады. Яғни мен бүгін айтам, болды Камшат, таңертең тұрамда мына кітаптың ішіндегінің бәрін орындаймын деймін. Таңертең тағы да ұйықтап жатам. Сосын не істеуге тура келеді? Сосын жаңағы саудамды жасап, болмаса тағы да басқа біреудің айтқан тәртібіне бағынып, сол адамға жұмыс істеуге тура келеді. Ендеше дәл қазіргі кезде
ертең бастаймын, бүрсі күні бастаймын, арғы күні, айдың басында, балалар сабаққа демалысқа шыққанда, оның барлығы сылтау. Басталатын уақыт, нағыз кез келген нәрсені бастайтын уақыт ол дәл қазір осы сәт. Сондықтан біздің онлайн сабақта осының барлығына тікелей тоқталып, сіздің әрбір сабақты жүйелі түрде орындауыңыз қалыптасады, өзіңіздің тәртіп қалыптасады. Сондықтан онлайн сабақтың тағы да бір тиімді жолы осы болып келеді. Онлайн сабақтағы жаңағы айтып жатырмыз ғой, біз бірнеше нәрсеге дайын болуымыз керек. Яғни бұрынғы Камшаттың достары кім еді? Ол адамдар қазіргі таңда да менің достарым, бірақ мен жаңадан тәй-тәй басып, жаңадан Камшат болып қалыптасқым келіп, жаңадан өзіме мінез қалыптастырып, әдеттер қалыптастырып жатқан кезімде маған дәл сол бұрынғы Камшаттың достарымен араласу керек па, керек емес па? Яғни оларды жаман дегендіктен емес, мен аяғымнан тұрып алуым керек. Мен өзім қалаған Камшатты тәртібіне бағындырып, аяғынан тік тұрғызғанша, маған тек қана өзім сияқты білім іздеген, өзін өзі іздеп танып жатқан адамдар керек. Ал енді ондай адам болмаған жағдайда, дәл менің кезінде, мен білім алып жатқан кезде, арасында да мен қазақша ешқандай да сабақ, онлайн сабақ естіген жоқпын, тіпті кітап та таппадым. Мен шетелдіктерден білім алып жаттым. Сол кездегі менің шетелдіктерге жаңағы чаттың ішінде хат жазып, айтып бөлісіп жатамын, бірақ менің сол кездегі достарым, сол кездегі менің единомышленник деп айтып жатады, ойы мен сөзі бір жерден шығатын адамдарым, менің ұстаздарым, менің кітаптарымның авторлары болды. Яғни мен көп жағдайда кітаптың авторларыменен кәдімгі кез келген кітапты ашып, соның ішінде қарап, соның ішінде қандай да бір өзіме жауап тауып, солармен сырласатын болдым. Мен біраз уақытқа дейін бұрынғы ортамды бір шетке ысырып қойдым. Мен оларға ешқандай сендермен араласпаймын, дос болмаймын демедім, бірақ мен оларға, мен де шай ішіп олармен бірге әңгіме айтқан жақсы көремін. Мен де қыдырып отырысты жақсы көрдім, бірақ дәл сол кезде мен барлығынан бас тарттым. Мен бос емес едім. Мен бос емес едім деген нәрсені өте көп айттым. Және де кейінгі кезде білгенім, мен өзімнен қашыру үшін, мен сабақ оқып жатырмын, келе қош, менімен бірге сабақ оқы десем, бәрі менен қашатын. Ешкім сабақ оқысы келмейтін. Дәл сол кезде мен осы нәрсені тиімді пайдаландым. Барлық адамға хабарласқан, мені бір жаққа шақырғандарға, мен сабақ оқып жатырмын, менімен бірге келіп білім алшы десем, бәрі аттонын ала қашады. Кез келген адам жаңадан өсіп жатқан кезде, жаңадан ізденіп білім алып жатқан кезде қандай да бір күйзеліске тап болады. Яғни бір ертегіні жасап атқандай, құлаққа кірмейтін дүниені жасап атқандай, босқа уақытын өткізіп атқандай, орысша тілмен айтқанда ломка. Яғни бір бәрін қолын бір сілтеп, бәріне тастап кетіп қалғысы келеді. Бұл өте қалыпты жағдай. Бұл өзгеріске деген сіздің алғашқы белгіңіз. Яғни біз өзгерісті қалай жасаймыз? Біздің бүкіл мәселе мида тұр. Мидағы жалпақ тілмен сізге түсінікті болу үшін программалар бар дейік, кәдімгі компьютердағы программа сияқты түрлі-түрлі файлдар бар, түрлі-түрлі программалар бар. Соның ішінде мида білесіздер, барлығымыз қаншама 800 нөлі бар, нейрон бар екен біздің басымызда. Яғни ол деген енді сан жетпейтін. Сол нейронның дәл қазіргі кезде кімнің қанша нейроны жұмыс істеуде. Яғни біз қандай да бір өзгерісті бастағанда, Камшат бір кітапты оқып алды да, өмір айтпайтын жақсы сөздерін айтып бастады. Таң атқаннан кешке дейін бір жақсы сөзді айтады. Бұрын Камшат ондай сөзді айтпайтын, десе мә деп ұрыс жасайтын, тез ашуланып қалатын, үйленіп түске дейін жата беретін. Камшат ерте тұруды бастады. Камшат алып бәріне сабырлы қарауды бастады. Камшат айналасында сұлулықты көре бастады. Осы кезде біздегі іштегі жаңағы көпсінің айтатын, мен өзгерейін десем, керісінше бәрі кедергі көп болып жатыр дейді. Яғни сіздің басыңызда нейрондар ояна бастады. Нейрондар бір-біріменен кәдімгі бетіп сымдар арқылы жалғасқандай, сізге керекті нейрондар орнынан тұра бастады. Яғни біздің ми
мидың ішінде айттық бірнеше файлдар бар, папкалар бар дедік, иә. Соның ішіндегі біз жаңадан өзгеріс бастап, тынбай осы жазу жазып, кітап оқып, көшеге шығып, жаяу жүруді бастап жатқан кезде, бұрын істемеген нәрселерді істеп жатқанда, бұрын болмаған адам болуды ниет етіп жатқан кезде, біздің басымыздан сақ етіп, жаңағы күдік деген, яғни сомнение деген файлдан атып шығады екен бір дүние. Сол кезде не істеп жүрмін, өз қойып кеткен жоқпын ба, мынау қаншалықты рас, сөзіңді өзгерту арқылы ойыңды өзгереді деген, бұл не нәрсе деген сияқты небір күдікті ойлар келеді. Сонымен қатар ситуациялар, яғни қандай да бір белгілі бір жағдайлар болады. Осының бәріне дәлел ретінде сен шынында қуып жүрсің, сен шынында болмайтын нәрсені жасап жүрсің дегендей бізге нақты дәлелдер де келіп жатады. Дәлелдер ситуациялар арқылы келеді. Яғни бұл сіздің өсуге деген алғашқы қадамның жасалған белгісі, және сіз отырған зона комфорт деген нәрседен бір қадам жоғарылап шығып жатқанның белгісі. Қандай да бір кедергі болмаса, ешқашан адам өзгермейді, ешқашан өспейді. Кез келген салада, кез келген жерде кедергі арқылы ғана адам бір саты жоғарылап отырады. Кедергі келді, яғни Камшат тағы бір саты жоғарылап барады. Кедергі келді, мәссаған, мынаны бетіп өткеннен кейін тағы бір саты жоғарылам. Яғни әрбір кедергі бұл Алла тағала сізді қинап, осы жаныңызды ауыртып, жылатайын деп берілген сынақ, болмаса проблема емес, ол бізге тек қана өсуге қарай берілген мүмкіндік. Бұл кез келген жағдайды бұл қабылдау, ол адамның өзіне байланысты. Біз қалай қабылдаймыз, е? Сондықтан жаңағыдай өзгеріс бастап жатқан кісілер қандай да бір күйзеліске түсіп, қандай да бір көптеген кедергі көріп кетсеңіздер, тек қуанып, бұл мен үшін берілген Алланың қайырлы сыйлығы деп қабылдаңыздар. Содан кейін қолдан келетін әрекетті жасап, ары қарай жылжимыз, е? Ал енді онлайн сабақта дәл осындай кедергілерге тап болып жатқан кезде, өзіңіз сияқты біреуі Атыраудан, біреуі Шетпеден, біреуі Тараздан, біреуі Шымкенттен, жан-жақтан жиналған достар, білім іздеген тұлғалар сол жерде бір-біріменен ойларын, болған кедергіден қалай шыққан бөлісіп жатқан кезде, Камшаттың айтқаны бір бөлек, сонымен қатар сол жердегі айтқан кісілердің нәтижелері бір бөлек болады да, сіздер міндетті түрде өзіңізге керекті алып, Гүлмираның жасағанын мен де жасай аламын, Айгүлдің жасағанын мен неге жасай алмасқа деп өзіңізді өзіңіз қамшылап тұрып кететін боласыз. Сондықтан онлайн сабақтың тағы бір тиімді жолы осы нәрсе. Келесі, білім алудың жалпы ерте кеші ешқашан жоқ. Яғни, менің жасым осыншаға келіп қалды, менің жасым мынаншаға келіп қалды. Дәл қазіргі кезде бізде ең үлкен онлайн сабақта алып жатқан апамыз десек те болады, 69 жасар кісілер. Ал енді кітапты оқыған 80-90-дағы аталарым, әжелерім өте көп. Сондықтан білім алу еш қашан кеш емес. Бұндай білімді мен өзім алып, сондықтан айталамын, мен оқыған не мектеп, не жоғарғы оқу орындары дәл осы білімді, мен сол жерде қанша жыл оқысам да, маған тура осы білімді, менің кейінгі алған білімімді бермеген екен. Сондықтан өзін өзі дамыту саласында ізденіп, білім алу бұл ең өміріңіздегі тамаша, өзіңіз үшін жасаған сыйлықтың бірі болып табылады. Мұндай білімді кез келген жерде бере бермейді. Сол себепті білім алу, өзін өзгерту, ол сіздің елді мекенді, тұрған жеріңізді, қазіргі жағдайыңызды, жасыңызды талғамайды. Яғни тал бесіктен жер бесікке дейін білім. Бұны барлығымыз бұл сөзді жақсы білеміз, бірақ түбін нені көздеп отырған білмейді екенбіз. Яғни бізге білім дегенде диплом, одан кейінгі диплом, ғылыми бір нәрселерді қорғау деп түсінген, мен жеке өз басым солай түсінген екенмін. Сондықтан білім бұл өмір бойы өзіңмен өзің күресіп, өзіңмен өзің жарысып, кешегі Камшат пен бүгінгі Камшатты жарыстырып отырам, салыстырып отырам. Тек қана өзіммен күресіп отырам. Мен барып алып жан-жағымдағы мен өзгеріп жатырмын, сен де өзгерші, сен маған былай сөйлеуің керек, өйткені мен өзгердім деп ешкімге айтпаймын. Мен тек өзім өзгерем, алған білімді өмірде қолданам, мен өзгерем, жан-жағымдағы адам да өзгереді,
өзім сияқты адамдар өміріме тартылып жатады. Қайда барсам да барлық жерде сәттіліктің есігін Алла тағала бір ашып қойғандай санайды. Яғни бұл бір мен өзгергенде ғана. Сондықтан қай қайсыңыз болса да, қандай ситуация болсын, ене болсын, ата болсын, қайын жұрт дейміз, әке шешелері болады, бауырлары, достары, жұмыстағы жаңағы серіктестері, әріптестері болып жатады. Солардан проблема көріп тұрсыз ба? Проблема оларда емес, сізде. Яғни сіз өзгеруіңіз керек. Сондықтан өзгерісті өзімізден бастаймыз. Адам баласы болғаннан кейін, қай қайсымыз болсақ та пендеміз, пенде болғаннан кейін кемшіліксіз, мінсіз адам жоқ. Нәпсі ол бізбен бірге өмір бойы өлелгенше жұмыс істейді екен. Мен өскен сайын менің нәпсім күшейе түседі екен. Ол бар күшін салып жұмыс істейді. Яғни мені артқа тартқысы келеді, мені бұрынғы қалпыма түсіргісі келеді. Мен де бір кісідей жатып таңертең сағат 11-12-ге дейін ұйықтағым келеді. Мен де той-томалақта жиі жүріп, болмайтын қыдыратын жер, болмайтын әңгіме айтатын жерде жүргім келеді. Бірақ дей тұрғанмен мен қазіргі таңда өз уақытымның қаншалықты қымбат екенін, және бұл қайталанып ешқашан берілмейтінін білемін. Әрбір уақытымды саналы түрде қандай да бір пайдалы, қоғам үшін пайдалы, өзімнің жақындарым, өзімнің мақсатым үшін жұмсауға ғана бармын. Бір кісідей қонаққа мен де барамын, бірақ барлығына ондай алаңдататын, ондай шұғыл істерге арнайы уақытымды бөліп қоямын. Яғни кімде-кім сабаққа қатысты, кімде-кім білім алып өзгеріп жатыр, ол кісілердің барлығы осы нәрсені өмірде пайдаланып, қаншама уақытты босқа өткізіп жіберіп жатқандарын біледі. Бір кісілер келеді, қандай бизнес бастасам болады, қандай жұмыс істесем болады, бір іспен айналысқым келеді, я болмаса сондай бір кәсіптікті үйрететін, бизнесті дамытуға арналған курстарға барып жатады. Бірақ сол жерде лап кейін басылып қалып жатады. Мен қаншама кісіні білем, не бір жаңағы кәсіпті бастап, кейін қарасаң үйінде қора-қора болып заттар тұрып жатқан. Мен бір нәрсені түсіндім. Яғни адам ең бірінші көбірек ақша табуды, кәсіпті дамытуды, жағдайды жақсартуды емес, біз бірінші рухани азық алуымыз керек. Яғни рухани өсуіміз керек. Өзіміз өзгеруіміз керек. Мен ақша туралы тек жаман ой ойлап, жан жағымдағы адамдар туралы, кәсіп істеп жатқан адамдар туралы жаман ой ойлап, бірақ қандай кәсіпті дамытпайын, мен үнемі шаршап жүремін, мен үнемі жан жағымдағы адамдардан конкурент көріп жүремін, мен үнемі кез келген адамның минусын байқайтын боламын. Кез келген жерде шарт-пұрт етіп ашуланғыш боламын, болмай қалған нәрсенің бәрінен проблема көретін боламын. Ал егер мен өзімді ішкі әлемменен тіл табысып, өзімнің кім екенімді, неге мына өмірге келгенімді білетін болсам, бұл өмірге келгенде адам кім болып кету керек екенін түсінетін болсам, оны қалай түсінем, оны білім алу арқылы ғана түсінудемін. Соның барлығын менің мына өмірге келгендегі миссиям не? Адам болып келіп, адам болып кету. Ал қалғаны кәсіп, ақша табу, басқаның барлығы бұл екінші орындағы нәрсе. Сондықтан мен өзімнің адам болып қалыптасуыма барынша зор үлесімді қосуым керек. Ізденіп білім алуым керек. Жаңағыдай білім алғанда да рухани, яғни рухани тоқ болған адам қалтасындағы 1000 теңгемен де бай болып саналады. Ал енді рухани аш адам 1 миллион доллары болып тұрса да, ол түк жоқ болып тұрады, оған жетпей тұрады, ол кедей болып тұрады. Себебі оның іші кедей. Сондықтан ең бірінші білім алып, өзіңізді мықты, нәпсіңізбен күресіп, сабырлық, барлық керемет көркем мінездің бәрін бойыңызға қалыптастырып алып, содан кейін барып кез келген кәсіпті де аша аласыз. Өзіңізді өмірде кім екеніңізді таба да аласыз. Кез келген жерде сіңімді, жаңағы кез келген адаммен тіл табысып кететіндей тамаша мінез болады сізде. Сондықтан тұлға болып қалыптасу үшін адамға ең бірінші өз әлеммен өзімен өз тіл табысып үйрену керек.
Сондықтан менің ойыңды өзгертіп өміріңді өзгерт деген онлайн сабағым бұл нақты адамды өзімен өзіне күресуге, өзін жеңіп шығуға арналған сабақ. Ол жерде сізге көп ақша табуды, я басқа ақша тақырыбына да, мақсат тақырыбына да барлығына тоқталынады, бірақ дегенмен де ең басты жаңағы акцент дейді ғой, ол сізді өзіңізбен өзіңізді күрестіріп, өзіңізді жеңіп, нағыз жеңімпаз етіп шығаруға көзделген, негізделген. Яғни өмірдегі нағыз жеңімпаз кім? Ол өзін жеңген адам. Өзінің нәпсісін өзін жеңген адам. Осы жақында бір Facebook парақшасынан оқыдым. Үлкен бір би болыс кісі қайтыс болады Абай атамыздың заманында. Сонда Абай атамыз бар көңіл айтып тұрады да, жаңағы айтқан екен, шіркін бұл деген нағыз өзін басқарған адам еді ғой депті. Сонда қасындағы тұрған ауыл қарияларының барлығы, әй Абай, сен елдің адамысың ғой, неге сен бұл кісіні соншалықты төмендетіп айтып тұрсың, өзін басқарған деп? Бұл өзін емес, бір руды, дүйім халықты басқара білген адам ғой дейді. Сонда Абай атамыз айтқан екен, дүйім халықты, өзгені басқару өте оңай, оларға билік жүргізу, оларды тәрбиелеу, оларға айтқанын жасату өте оңай депті. Дүниеде ең қиын нәрсе өзіңе билік жасау, өзіңе айтқаныңды жасату, өзіңді басқару деген екен. Сондықтан өзін жеңген адам ғана бұл нағыз жеңімпаз. Ол кез келген жерде жеңіске жететініне 100% сенімдімін. Ары қарай, жалпы онлайн сабақта болсын, жалпы кез келген өмірде қай салада болсын, адамға қандай да бір тәлімгер керек. Яғни адам баласының миы, егер сіздің алдыңызда ешқандай мақсат жоқ болса, 5-6 нәрсені бірден жаңағыдай есінде сақтай алады екен. Ол қандай жағдайда? Егер де сіз бүгін мынаны оқып, бизнеске қатысты кітапты оқып, ертең стилистикаға қатысты сабаққа барып, бүрсігүні тамақ пісірудің мастер-классын көріп жататын болсаңыз, я болмаса бір күнде осының бәрін жасап жататын болсаңыз, бірінен кейін біріне шапқылап, адамның миы ең бірінші көрген, яғни ең бірінші оққан нәрсені сақтайды, және соңғы нәрсені сақтап қалу мүмкінді, ортасындағы нәрселер жоғалып кететкен. Сол себепті адам ең бірінші әр жақты, ананыта, мұнаныта бәрін бірден үйренгісі келмей, 10 саусақты бірден ауызға тықпай, бірінші бір жүйені, бір саланы нақты аяғынан тұрғызып, фундамент қалап алу керек. Яғни сіз қазір өзіңіз дамытып, өзіңізбен күресіп, өзіңізді жеңгіңіз келіп жатса, ертең барып бизнеске қатысты сабақты оқып, бүрсігүні барып киім тігуге қатыстыны, яғни бір мезгілде 3-4 сабақты алып отыру, менің ойымша, жалпы менің тәжірибемде өте қиын. Себебі біз бүкіл энергиямызды, бүкіл махаббатымызды, бүкіл зейінімізді бір жерге бөлген кезде бізде мықты нәтиже шығады. Сондықтан білім алған кезде, өзім айтам, мен қанша адамдардан білім алдым. Мен жаңағы кітапты оқыдым, ойымды, сөзімді, іс-әрекетімді бәрін түзеп болып, соны қалыптастырып біткенде, мен ол кезде білмедім, бірақ дей тұрған мен тура солай жасаған екем. Қалыптастырып біткеннен кейін мен мақсатымды айқындау барысында сабаққа қатыстым. Ол сабақтарда мен жаңағы мақсат сабағының өзін мен бірнеше рет оқыдым, қайталап оқыдым. Қайталап тыңдадым, әбден өзім мақсатымды айқындап бәрін біткенше. Мен мақсат сабақты оқып жатыр, қандай да бір кәсіпке қатысты сабаққа қатысатын болсам, мақсат сабақты жайында тастап барып кәсіп ашып кетуім мүмкін. Ол түкке жарамай қайтадан келіп мақсатымды анықтап іздеуім мүмкін. Яғни арада қаншама уақыт бос энергия жұмсаймыз. Сол себепті бір саланы нық еткізіп аяғынан тұрғызып алғанша жан жаққа шашырап энергияны босқа жүгіртудің қажеті жоқ сияқты. Енді мынандай жағдай жасауға болады. Егер сіз өзіңізді дамытып, өзіңізді игере алатын адам болсаңыз, мүмкін тілдің курсын қосып қоюға болады. Аптасына бір мезгіл биге барып келуге болады, мысалға да. Ол сіз биші болып кету үшін, я болмаса тілмаш болып кету үшін емес, қандай да бір бұрын жасамаған нәрсені жасау үшін қажет дүниелер. Сондықтан ал енді нақты қандай да бір белгілі бір салада жұмыс істеу үшін әр нәрсенің басын бірден жасауға болмайды. Анықтап көруіміз керек. Ал осы жерде мен өз басым сонау жаңағы
қанша уақыттан бері мұғалімдерден дәріс алып келе жатырмын, шетелдіктерді оқып келе жатырмын, келген кісілердің тренингтеріне барып жатырмын. Бірақ маған біреулер үшін бір бәрін білетін адам сияқты болып көрінемін, ең ақылды сияқты болып көремін. Мен ешкімнен де ақылды емеспін, мен ешкімнен де артық емеспін. Мендегі бір ерекшелік ол айтқан, берілген тапсырманы орындаймын. Нақты сол адамды ұстаз деп санасам, сол кісінің кеңесін тыңдаймын, ақылын. Мені ешкім жаңағыдай бір міндеттемейді өзінің айтқанын жасауға. Маған береді, мен соны тыңдай алудың өзі де бір өнер шығар. Мен тыңдаймын барынша, мен барынша жаңағы көрген, өзінің бір тәжірибесі бар, өзінің өмірлік жаңағыдай көрген білгені бар адамдарды өзіме ұстаз етіп аламын. Менің қазіргі кезде өзімнің ұстаздарым бар. Бұрын шетелдіктерді ұстаз қылып, наставник қылып жүрсем, яғни тәлімгер деп жатады ғой наставник. Қазіргі таңда өзімнің үлкен ағаларым бар. Сол кісілерді барып тыңдаймын. Бір нәрсеге дұрыс шешім қабылдай алмай жатқан кезде сол кісілердің ақылына жүгінемін. Міндетті түрде орындаймын, жасаймын. Өйткені ол кісілер өмір көрген, ол кісілердің тәжірибесі бар деген сияқты. Тура сол сияқты жаңадан білім алып келе жатқан адамдарға міндетті түрде жолын көрсететін, болмаса дұрыс сұрақты қойып беретін қандай да бір ұстаз болу керек. Ұстаз деп айтама, жоқ ойы мен сөзі бір жерден шығатын дос деп айтама, тәлімгер деп айтама, яғни сіз қандай да бір нәтижеге жеткенше сізде үнемі алып жаңағыдай ақылдасатын, сұрағыңызды қоятын, жаңағы дұрыс сұрақ қоя білетін сізде бір жол көрсетуші сияқты, жол сілтеп жіберетіндей жақын адамыңыз болғаны дұрыс. Мен өз басым алғаш білім алған кезде жаңағы 3 айлық, 2 айлық курстарға қатысып жатқанда, сол жерде кісілердің сабағын әбден бойыма сіңіріп, керегін алып, керек емесін былай ысырып қойып, сөйтіп жүрген кезде соларды ұстаз қылып, соларға сұрақ қойып, олар маған дұрыс сұрақ қоя біліп, сол сұраққа жауап беру арқылы өзіме жауап тауып, үнемі алдыға жылжып отырдым. Мысалға, көп жағдайда шетелдіктерді оқимыз, өйткені шетелде бұл психология сондай дамып кеткен соншалық қазіргі таңда шетелде психолог болып адамдардан гөрі роботтар жұмыс істейді. Оның шетелдіктердің, яғни өзге ұлттардың біздің қазақтың дініне, менталитетіне, тәлім тәрбиесіне, салт дәстүріне келетіні бар және келмейтіні бар. Сондықтан соның бәрін жаңадан білім іздеп жатқан адам, қазіргі замандағы қиын бір дерттің бірі бұл ақпараттың өте көптігі, мөлшерден тыс көп. Яғни бүгін Монтессориді жаңағы ойбай Япония былай тәрбиелепті, Америка былай тәрбиелепті, Корея бүйтеді екен, Қытайлар сөйтеді екен деп бүкіл ақпарат келіп жатыр, қайсын бойына сіңіріп біле алмай жатыр. Енді мен өз басым қазақ болғаннан кейін психология деген осы екен деп не болса соны жасап кетпедім. Керегін алдым, сүзгіден өткіздім, дінге салдым, жаңағы біздің салт дәстүрге сала отырып, өзіме керек дүниені алдым, өмірде пайдаландым, нәтижесін көрдім, соны адамдарға бердім. Сондықтан бұл жерде де қандай да бір жат сұрақтарға өте көп жауап табуға болады. Және мүмкін дұрыс жеткізіп жатқан нәрсені сіз дұрыс қабылдамай жатқан жағдайда да ортаға салып талқылап, яғни сабақтың бір жақсы жері кез келген уақытта кез келген сұрағыңызға жауап тауып тұрасыз. Міндетті түрде біреу сізден көмек сұрағанда соған жауап беру арқылы, біреуге көмектесу арқылы өзіңізге керекті жауапты тауып алып отырасыз. Өзіңізге керекті жауапты өзіңіз айтып отырасыз. Сондықтан жаңағыдай білім алыңыздар, ізденіңіздер, үнемі өсу үстінде болыңыз. Адам баласына екі нәрсе бар ғой, бәріңіз білесіздер, мен кітапқа жазып кеткем. Яғни не өшеді, не өседі. Үшінші нәрсе берілмеген. Яғни үшінші нәрсе жоқ. Не өстік, не өштік. Қай уақытта, егер сіз алған 70 000 айлығыңыз қазір бетіп өзіңізге сұрақ қойып қарап отыратын болсаңыз, егер сіз неше жылдан бері қарай бір 70 000 айлықпен келе жатқан болсаңыз, сіз өсіп жатырмын, я болмаса бір қалыпты отырмын, тыныш бір қалыпты орында отырмын деп ойламаңыз. Сіз өсіп өшіп жатырсыз. Себебі дәл қазіргі мынандай өте жоғарғы қарқында технологияның, ақпараттың даму заманында біз қайтсек те өсуіміз керек.
Қазіргі революция бұл білім революциясы. Қаласаңыз да, қаламасаңыз да білім алу керек. Дүниеде бәрін білемін деп отырғаннан қорқыңыз. Өз басым қорқам. Қош соны бәрін өзімізде білеміз ғой. Бәрін білем, керек емес. Или жаңағы ең жаман қарғыс ет, білмеймін, білгеннің тілін алма деген. Сондықтан сол нәрседен аулақ болыңыз. Білім алыңыз. Мейлі менен болсын, мейлі басқадан болсын, тек отырып қалмаңыз, тек бәрін білемін деп ойлап қалмаңыз. Білім алуды ары қарай жалғастыра беріңіздер. Сонымен қатар ең бір маңызды нәрсе, көп жағдайда адамдар өзіне не керек екенін білмейді. Яғни адамдар өзіне нақты не керек екенін білмегендіктен басын анда да ұрады, мында да ұрады, я болмаса біреудің пікіріне тәуелді болады. Дәл қазіргі кезде барлықтарыңызда мынандай ой тұрады. Ой, оқитын-ақ едім ғой, бірақ ақшам жоқ қой дейді. Көп адам осылай айтады. Тура солай айтқан адамның бірі менмін. Яғни мен нақты өзіме не керек екенін білмедім. Маған осы білім керек па, керек емес па деген сұраққа жауап беру керек. Алған жағдайда неге жетем? Алмаған жағдайда не болады? Осындай нақты шынайы сұрақтарға жауап беру арқылы сіз жаңағы өзіңізге керекті жауап табасыз. Нақты не керек екенін білсеңіз, шешім қабылдауыңыз керек. Я, бұл білім маған керек. Болмаса, я, мына машина маған керек. Мына үй маған керек. Я, мен үй алуым керек. Я, мен шетелге баруым керек. Нақты шешім болды, мен шетелге барам деп шештім. Болды, мен білім аламын деп шештім. Деп шешім қабылдайды екенсіз. Ол ақша, жағдай, оның бәрі сылтау. Адам қалай нақты өзіне не қажет екенін біледі, қалай шешім қабылдайды, сол кезде керекті ақша да, қажетті адам да барлығы келеді. Мен екінші жазып жатқан кітабымда бұл туралы тереңірек тоқталып, нақты өмірімде болған мысалдармен менің қабылдаған шешімнің қаншалықты өміріме әсер еткенін жаңағы ашып жаздым. Себебі адамның қабылдаған шешімі оның тікелей өміріне, болашағына әсер етеді. Бір кездері ойланып отырып, осы білім алуға жаңағы шешім қабылдап, онлайн сабаққа қатысқан кісілердің барлығы, яғни олар миллиондаған адамның ішіндегі өз санаулы адам қатысып жатады ғой, санаулы адам мұндай жерге келіп жатады. Сонда сонша адамның ішінен суырылып шығып шешім қабылдады, өзіне нақты не керек екенін білді. Ол адам өзіне осынша жасқа келген кезде өзіне тиесілі уақыттан өзіне арнайы уақыт бөліп, өзінің тапқан табысынан өзіне қандай да бір бөлігін бөліп, өз біліміне, өзінің дамуына салды. Оның өмірі күрделі өзгереді. Оның өмірі міндетті түрде күрделі. Ол адамды қазір, білім алған адамды ешкім тоқтата алмайды. Ешқандай нәрсе тоқтата алмайды. Себебі ол теттай ғана алған 3 айлық білімде, 2 айлық білімде қанша өзгеріске қол жеткізді. Өзін жеңе білді. Қаншама адаммен қарым-қатынасын жөндеді. Соны білген адам, соның дәмін татқан адам өмір бойы ізденіп білім алады. Білімге мен айтар едім, сондықтан ақшам жоқ, жағдай болмай тұр, оқыр едім, кітап сатып алар едім, болмай тұр деген ол сылтау. Яғни сіз әлі нақты керек па, керек емес па шешпеген адамсыз. Мен мұны 100% айта аламын, себебі мен өзім өмірімде осындай нәрселер болған. Шешім қабылдай алмай, менен бір сұрайды, сіз қалай ойлайсыз, мен мына кітапты оқысам бола ма, или мына сабаққа қатыссам бола ма деп менің жекемнен сұрайды. Басқаның жекесінен сұрайды, жан-жағындағы достарынан сұрайды. Әркім әртүрлі жауап береді, бірақ бәрібір барады да оқымайды, алмайды. Яғни миллион адамнан сұрау мүмкін, бірақ бәрібір дұрыс емес шешім қабылдайтын адам болады. Сондықтан шешім қабылдаудың өзі қандай да бір адам бұлшық етін жаттықтырғандай жаттықтыратын дүние. Сондықтан нақты не керек екенін білсеңіз, шешім қабылдау сіз үшін өте жаңағыдай жылдам әрі тиімді болатын болады. Енді осы білім деп жатырмыз, кітап оқыңыз, ізденіңіз. Мен жалпы өзім әлі күнге дейін білім аламын, әлі күнге дейін өсемін. Өйткені бір жерде бәрін білем деп тұрып қалу ол өте қауіпті нәрсе. Мен осы жағдайым жаңағы күйзеліске түсіп, менің де жағдайым өте қиын жағдайға түсіп, қарызым белшемнен батып, не істерін білмей өмірден түңіліп жатқан кезінде бір кітап менің өмірімді өзгертті.
мен сол қалай өзгертті, яғни ол кітапты оқи салып менің өмірім өзгеріп кеткен жоқ. Мен соның ішіндегі айтылған дүниелерді, қажет деген дүниелерді алып жасап істегендіктен сөзімді, ойымды өзгерткен менің өмірім өзгерді. Өзгергеннен кейін маған есігімді бүйтіп қағып тұрып кәсіп келді. Сол кәсіпті, яғни біздер бетеміз, сәл бір жұмысқа тұрып қалсақ, я болмаса белгілі бір бизнес бастап қалатын болсақ, бір сауда саттықпен айналсақ, сол өмір бойы бізбен бірге болатындай, сол өмір бойы табыс әкеп тұратындай барлығын ұмытамыз да, барлық нәрсені ұмытып, жаңағы алдымызда берген уәдені де ұмытып өзімізге, біз ақшамызды қалай болса солай болғанда, сол бұрынғы қалыпта жаратамыз. Яғни киім аламыз, той томалақтан қалмаймыз, ішіп жейміз, қыдырыс болады, сондай нәрселермен кетіп жатады. Менде де тура сондай бір тоқырау болып, материалдық тұрғыда да, моральды тұрғыда да менде тоқырау болғаннан кейін мен осы тапқан табысымды саналы түрде ойланып жаңағы отырдым да, яғни мен кітапты оқып бастағаннан кейін 5-6 айдан кейін маған үлкен бизнес кәдімгі есігімді қағып бір тиын салғызбай келді. Үлкен пастель сататын, жаңағы өзім үйде отырып пастель саттым, бүкіл үйім складқа айналды, бір аяқ қана жол қалып. Сол кезде мен сондай осы білімнің маған берген жаңағы үлкен олжасы. Бұл мен ойланып отырып, Камшат, кеше ғана күнің не болып жатыр еді? Өмірден түңіліп, не істеймін? Нанды қайдан алам ертең деп отырған едім. Бүгін не болып кетті? Қандай миллионның заты үйіңе өзі келіп, саудаң сондай жүріп жатыр. Не болып кетті? Сонда бір кітапты оқығанда осындай болды. Жалпы ол адам кім деп мен сол кітаптың авторын ютубтан іздеп, ақырын соған кіргенде, мен сол бір жылғы сауда жасаған саудамның табысын, яғни бір үй алатын, Алматының ортасынан ойып тұрып үй алатындай ақшаны ешкімге айтпай білімге салдым. Мен $2000 сабақты бірнеше рет оқыдым. Мен енді $100, $200, $700 ондайды былай қымбат емес, ол бір маған қуана жүгіріп барып салатын өте арзан сабақтар сияқты болып көрінді. Бір сағаттық сабақтарды $100 талай сатып алған кезім болған. $10,000 сабаққа мен ағылшын тілінің сабағын оқып, ағылшындардан олардан маған тексті түрде берулерін сұрап, яғни мен сөзді ол аудара алмаймын ғой, біреуге аударта алмаймын, сөйлеген видеолар, мен тек текстпен беріңіздер деп, сол тексті алып, Google-ға салып, оны аударып, оны өзім түсінгенімше түсініп, орыстардан алған сабақтарды, о жерде жалғыз қазақ менмін, өте қарапайым қазақпын соның ішіндегі, еш нәрседен хабарым жоқ, білімнен хабар жоқ. Соны алып, қайта сұрай беруге ұялып, қағазға жазып, ананың сөзін бірнеше рет тыңдап, аударып, соның бәрін жетер жеріме жеткізіп, өзбей білім алдым. Қанша жыл өмір сүрдік, мен соның ішінде не бір сауданы жасаппыз, не бір іспен айналыспыз. Ең үлкен менің ұтқан жерім, өмірімде қатты қуанатыным, біз қандай да бір кәсіпке барғанда инвестиция жасаймыз ғой, $1000 болсын, $2000 болсын ақша салып, сол жерден ақшамызды көбейтеміз. Мен ең қатты ұтқаным, өмірімдегі ең дұрыс инвестиция бұл менің білімге салғаным екен. Мен 2015 жылдан бастап, 14-те кітапты алып оқыдым ба, 2015-тің декабрынан бастап мен кәдімгі саудаға келіп, сол 2014-тің жаңағы желтоқсан айынан бастап мен онлайн сабақ деген дүниені тауып, ең алғаш әлесімде $400 сабақ сатып алдым. Ол сабақ аптасына бір рет маған жаңағы болады. 7 минуттық. Бір рет видео жібереді, 7 минуттық видео. Сол 7 минуттық видеода мен 7 дәптер толтыратын шығармын отырып алып. Сондағы қарап отырсам, сол уақыттан бері бір жыл мен үзбей тапқан табысымды білімге салдым. Мен осы мені түсінеді деп айтқан ағаларымда, әпкелерімізде, құрбыларымда мен осындай сабақ оқып жатырмын, келіңіз бірге оқиық дегенде бір пенде мені түсінген жоқ. Бір пенде. Сен не істеп отырсың? Сен сияқты ақымақ көрсем, жаңағы көзім шықсын деген адамдар болды. Мен сонда мені қолдайтын да ешкімнің жоқ екенін біліп, мен ешкімге айтпай, мен бір жыл білім алдым. Бір жыл менің досымда шетелдіктер болды, білім алып жатқан кісілер болды, кітаптың авторлары болды, менің достарым солар болды. Мен бір жыл
тойға ғана арнайы бір күнімді бөліп барып, бұрын бір апта бұрын барып жататым, туысымның тойы болса. Бір апта жатып, ішіп, жеп, ойнап, күліп, сол жерде барлық қызметті атқарып, шашылып, қалтамызды қағып, тағы бір апта жатып қайтып келетінбіз. Мен той деген күні бір-ақ күнге барып, бір-ақ күнге қайтам. Мен сол кезде білімге сондай, ол менің өмірімді өзгертіп жатқанына, ол менің өмірлік азық екенін түсінген кезде мен артық киім алып бармасам да, ең бірінші сөмкеме, яғни мен жолға шығатын кезде жазатын дәптерлерім, менің кітаптарым, оқитын кітабымен жазатын дәптерлерім, жаңағы сабақтарымды алып баратым. Бірінші еш нәрсе істемесем де, мен бірінші кезекте соны ерте тұрып тығылып алып жаңа жазбаша жұмыс жасаймын. Я болмаса елдің бәрі жатқанда жасаймын, міндетті түрде сабақты орындадым. Аллаға шүкір, бүгінгі күнімнің нәтижесі, бүгінгі күндегі менің кітабымның өте жоғарғы, ең үлкен тиражбен сатылуы, үлкен сұранысқа ие болуы, осының барлығы менің бір кездегі алған білімім, бір кездегі жаңағы қалаған, армандаған нәрселерім, яғни армандар орындалады, мақсатқа қол жеткізуге болады. Ол үшін ешқандай да ақшада, ешқандай да артық нәрсенің қажеті жоқ. Тек адам армандай білу керек, дұрыс мақсат қоя білу керек. Жалпы мақсат деген не? Мен мақсат деген үлкен кәдімгі кітап жазып жатырмын. Яғни мына кітаптың жалғасы ретінде нақты мақсат тақырыбына тоқталып кітап жазып жатырмын. Бір ғана нәрсе айтқым келеді. Мақсат деген ол адам дұрыс өмір сүру үшін, яғни дұрыс жолда жүру үшін керек екен. 3 айға қоясыз ба, 5 айға қоясыз ба, 3 күнге қоясыз ба, бізге мақсат деген нәрсе керек екен. Себебі мен бүгін алдыма мынандай мақсат қоятын болсам, ертең түстен кейін мені біреу басқа жаққа шақырып кетсе, ақшалы жұмысқа, мен кетіп қалмаймын. Себебі мен алдыма қойылған нақты мақсат бар. Мен соған қол жеткіземін. Мейлі ол үй алу болсын, мейлі ол жұмыста қандай да бір өсу болсын, мейлі білім алу болсын, мейлі өмірлік мақсатын іске асыру болсын. Яғни мен қандай да бір мақсат, адам мақсат қойса, адам сол кезде дұрыс жолда жүресің. Яғни былай жан-жаққа кетіп қалмай, ананың сөзіне еріп кетпей, мынаның сөзіне еріп кетпей. Мақсаты жоқ адам анау шақырса да кете береді, мынау шақырса да кете береді. Сөйтеді, болмай қалған тірлікке елдің бәрін кінәлай береді. Сондықтан кез келген адамның өмірінде мақсат болу керек. Бұл туралы менің екінші кітабымда оқи жатарсыздар. Жақында Алла қаласа шығарамыз. Және сонымен қатар менің айтқым келетіні, кітап оқыңыз, онлайн сабаққа қатысыңыз, басқа жақта өсіңіз, тренингке барыңыз, семинарға барыңыз. Бір нәрсе білу керек. Адамға ең бірінші, мен өз басым осы 4 нәрсені ұстанамын. 4 қағиданы. Яғни адамға ең бірінші ниет керек. Өзгеремін деген ниет керек. Я болмаса сабырлы боламын деген ниет керек. Ең бірінші ниет керек. Мейлі көп ақша табамын деген ниет керек. Ниеттен кейін барып еңбек керек. Яғни белгілі бір қадамдар жасалу керек, қарекет жасалу керек. Барлықтарыңыз білесіздер, Бесен аға үнемі айтады, қарекет түбі берекет деп. Сондықтан қандай да бір қарекет, еңбексіз ақша болады, еңбексіз көздеген нәтижеге қол жеткіземін деп ешқашан ойламаңыздар. Үшінші нәрсе төзімділік. Кез келген салада, өзіңіз дамыту саласында, көп ақша табу саласында, қай нәрсені алып қарасаңыз да адамға төзімділік керек. Ауадай қажет. Себебі төзімділік болмаған кезде тесініп қалып жатамыз. Мақсатқа сатқындық жасап қойып жатамыз. Яғни, сондықтан төзімділік деген нәрсе ауадай қажет. Одан кейінгі нәрсе ол уақыт. Қандай да бір бағана айтып кеткендей, белгілі бір сәбіз жеймін ертең деп, бүгін сәбіздің дәнін егіп, ертең сәбіз жеймін деген болмайды. Сондықтан сәбіз жеу үшін де 3 ай уақыт керек. Сондықтан ниет, еңбек, төзімділік және уақыт керек. Сол кезде барлық нәрсе. Яғни сіз сабаққа қатысып, басқаны жасап, бәрін істеген кезде өзгеріп кетем өзінен өзі деп ойламаңыз. Форточканы ашып қойып, мен жаз дегенді жазып, айт дегенді айтып отырып, форточканы ашып, сізге бәрі өзі келеткен деп ойлап қалмаңыз. Сіздің еңбекке қарай беріледі барлық нәрсе. Онда да қанша еңбек етудесіз, соған қарай беріледі.
Одан кейінгі бір нәрсе, жалпы күйзелістемін, мен жаңағыдай жағдайым мынандай, енеммен тұратын едім, я болмаса майда балаларым бар, істей алмаймын жатырмын, тапсырма орындай алмай жатырмын деген болады. Ол сылтау. Егер тапсырма орындамай, сабақ оқи алмайтын жағдай болса, нағыз жағдай менікі сол кездегі. Балам емізулі, одан бөлек 2 бала бар сабақта, одан қала берді, ақшам жоқ, кіріс жоқ, жағдайым мүлдем жоқ, ертең нанды немен жеймін дейтін кезім еді. Бірақ мен соның барлығын, мен ақшаны да таптым, сол кезде жұмысымды да жасадым, сауда жасадым. Мен берілген тапсырманы маған 100 рет орындады, мен 200 рет орындаған адам болдым. Яғни менде қатты ниет болды, өзгерткім келді. Өмірімді өзгерткім келді. Сондықтан сылтау. Өзгеремін деген адам, кез келген жетістікке жетемін деген адам тек мүмкіндік көреді, ал қалғандары кез келген жерден сылтау іздеп отырады. Сондықтан сылтауды қойып, нақты не керек екенін анықтап, үнемі білім алып өсіп отырыңыздар. Сіздерді онлайн сабаққа қатысуға шақырамын. Ол жерде бұл айтылған әңгіме, ол сабақтың бір пайызы ғана, яғни қазір мен мына бір видеороликта бүкіл қыр-сырын ашып жеткізе алмаймын, бірақ барынша жеткізуге тырыстым. Сіздер үшін пайдалы болды деп ойлаймын. Яғни қандай да бір білім алуға, кітап оқуға, кітап сатып алуға шешім қабылдай алмай жүрсеңіз, нақты өмірде не қалайтыныңызды анықтаңыз. Тез шешім қабылдаңыз. Ақша да барлығы өзі келеді. Осы нәрсені есіңізде шығармаңыз. Мен талай жерде менде осындай болды. Мен Инна Хан дегеннің сабағына қатыспақшы болып, $2000 тұрады сабақ. Сол кезде қалтамда ақшам жоқ, саудам жүріп жатыр, бірақ менен алған реализаторлар ақшаны айдың аяғына беретін уақыт. Ол айдың басында басталғалы тұрған сабақ. Сонда не істерімді білмей отырған кезде, жоқ, мен қатысамын деген шешім қабылдадым. Сенсеңіз, маған 1 айдан кейін ақша беру керек, құдағиым хабарласып, осылай денсаулығына байланысты Ташкентке кетіп бара жатқанын айтып, менің карточка номерімді сұрап, бүкіл ақшамды, сабақтың ақшасын түгел салып жіберді. Мен айттым, жоқ, мен қатысам деп осы сабаққа қатысуым керек. Мен 1 ай ойланып, не істеймін деп жүрдім. Жаңағы сабақ басталады деген естіген сайын. Содан алдым да мен, жоқ, мен қатысам деп қатысуым керек. Қатысам, қазір мен іздеп табайын деп оның көмекшілерін тауып, скайпқа жазып істеп жатқан кезде маған жаңағы қоңырау келіп, кешкі сағат 6-лардың кезі карточкамды сұрап, маған керекті ақшам келген. Ондай шешім қабылдау менің өмірімде өте көп болды, сондықтан нақты шешім қабылдаңыз. Бір нәрсені айта кетейін, 30 000 төлеп 2 ай білім алған кезде сіздерде, 3 ай білім алған кездерде сіздерде өмірі жаңағы еш жерден берілмеген білімді аласыз. Яғни мен бір сұмдық бір нәрсе айтамын деген сөз емес бұл. Сіз сол жерде отырып, әрбір тапсырманы өте қарапайым, сіздің білетін нәрселеріңізді айтамыз. Күндегі естіліп жүрген нәрселеріңізді айтамыз. Бірақ соны жүйелі түрде орындау арқылы сіз өміріңізді өте күрт өзгертесіз. Себебі мен онлайн сабағымды бастаған кезде айтам, болды, осы топты аяқтатып болғаннан кейін енді сабақ өтпеймін, басқа нәрсені істеймін деген кезде, маған керісінше келетті топқа тағы адам толып қалады, келесі онлайн сабаққа. Яғни, ана өзгеріп жатқан Айнұрды көрген жанындағы 3 адам, сен не істеп жатсың, қайда барып жүрсің, не оқып жүрсің, сен тамаша болдың, сенде мынандай, оның өзгерісін, нәтижесін көрген адамдар міндетті түрде келіп қатысады. Яғни, нәтиже бар деген сөз. Сондықтан мен сенімді айта аламын. Әуелі Алланың қалауы, одан кейін біздер себепкер болу арқылы, жүйелі түрде білім беру арқылы өте көптеген өзгерістерге, өте көптеген тамаша оқиғаларға куә болудамыз. Сондықтан келіңіздер бірге білім алайық, бірге өсейік.